Қазақстанда тұрғаныңызға өкінген кезіңіз болды ма? Қызық сұрақ. Ата бабам туып өскен жері қалай мен өкінем? Мүлдем өкінбеймін. Мүлдем. Қазақстанда тұрғандарыңызға өкінген кездеріңіз болды ма? Жоқ. Мүлдем. Жоқ. Неге өкінеміз? Қазақ болып туылғаныма қуанамын. Аха. Қазақстанда өмір сүрген ұнайды ғой сізге? Ұнайды, ұнамағанда. Білмеймін. Нет, никогда. Я же тут родилась, это моя родина. Жоқ, мүлде өкінбеймін қарағым, ырзамын өміріме. Жоқ, не өкінемін, өзі туған жеріме. Өкінбеймін, туып өскен жерім ғой. Қазір енді қымбатшылық, түрлі жағдайлар болып жатыр. Енді оған да көнеміз ғой. Қазақстанда тұрғаныңызға өкінген кезіңіз болды ма? Жоқ. Қазақстанда тұрғаныма өкінген емеспін еш уақыт. Өзім елім, өзім жерім, өзім қаным. Неге өкінемін? Жоқ. Неге өкінемін? Жоқ, ешқашан ондай болған емес. Мақтанамын біздің Қазақстанымызбен. Нет, не жалею. Никогда? Никогда. Қазақстан азаматымыз ештеме ел қатар бәрі өмір сүріп жатырмыз. Жоқ. Бәрі жақсы, тек қана солай мәселе бар. Экономика кішкене жай. Ешне өкінеміз, туған жерімде болғаннан. Мүлдем өкінбегенсіз. Жоқ. Қазақстанда тұрғаныңызға өкінген кез болды ма? Жоқ. Жоқ, өкінбеймін. Жоқ, өкінбеймін. Жоқ, болған емес. Мүлдем болған емес. Жоқ. Аха. Барлығына ризасыз ғой, Қазақстанда тұрғаныңызға өкінбейсіз. Қазақстанда тұрғандарыңа өкінген кездерің болды ма? Жоқ. Мүлдем. Нет, абсолютно не жалею. Я ездила везде. У меня живет в России сын. Я все равно тянусь сюда. Это моя родина. Здесь мне лучше.